Мен сақ патшайымы Томирис біздің заманымызға дейінгі ғасырда өмір сүрдім. Менің әкем массагеттердің көсемі Спаргапис болады. Ал арғы атам сақтардың көсемі болған Ишпакай анасы Томиристі босанғанға көз жұмады. Дегенмен кейбір дерек көздері оны кейін қайтыс болғанын жазады. Томирис бала күннен жаугер болып өседі. Қаруды қолдануды да, одан қорғануды да жақсы меңгерген. Шамамен 530-529 жылдары Медия патшасы Кир көрші мемлекеттердің басым бөлігін өзіне қаратып, Азия әміршісі атанады. Осыдан кейін ол ұлы далаға көзін тігеді. Осы бір жорықта Парсы патшасы менің жарым Рүстемді өлтіреді. Ал Кирдің құйтырқы әрекетінен тұтқынға түскен ұлым Спаргапис өз-өзіне қол жұмсайды. Жақындарымнан айырылып қанша қайғыға батсам да, нәзік жүрегім қасірке бөксе де, рухымды түсірмей, ерік-жігерімді жинап алып, жаумен өршелене шайқастым. Жаумен шешуші шайқаста менімен бірге сақ қыздар мен әйелдері де ақтық демі таусылғанша табандылықпен қарсылық көрсетті. Сақ қыздарының мұндай қанды шайқастағы ер мінезінен сескенген Парсы әскері ойсырай жеңілді. Ұрыс даласында Азия әміршісі Кир патша да өлім құшты. Осы шайқастан кейін Азияның азулы мемлекеті күш қайраты мен абыройынан айырылып, бұрынғыдай алпауыт ел бола алмады. Соғыста ерекше табандылық пен жігерлік танытқан сақ қыздарын тарихшы Геродот ең қатыгез және ұлы деп атаған. Грек тарихшысы менің ерлігім туралы қағазға түсіріп, осы күнге жеткізіп отыр. Шайқаста Кирдің басы кесіліп, менің алдыма әкелінеді, мен тері шанашты қанмен толтырып, Кирдің шабылған басын. Аңсағаның қан ет, іші енді соны. Деп айқайлап Кирден өшімді алған болатымын. Мен өз елімде бұдан кейінде талай жылдар билік етіп, қара қылды қақ жарған әділдігіммен, данышпандығыммен халқымды талай таң қалдырдым.